Балық суда еріген оттегімен тыныс алады. Тыныс алуға бүкіл дене мен тыныс алу мүшесі желбезектер қатысады. Балықтар кішкене оттек қорын гемоглобин мен бұлшықеттердің миоглобинінде сақтайды. Балықтың жүрегі көктамыр синусынан, қарынша және жүрекшеден тұрады. Ол тек оттектен арылған қанды айдайды. Балықтарда бір қан айналым шеңбері бар. Суды басқару денедегі осмостық қысым мен сыртқы орта қысымның арасындағы байланысқа тәуелді. Тұщы су балықтары көп мөлшерде су бөліп, тұзды сақтайды. Ал теңіз балықтары керісінше, көп мөлшерде тұз бөліп, суды сақтайды. Жылу реттеу мына тунец секілді жылдам жүзетін балықтарда болады. Қозғалыс жылдамдығына жауап беретін бұлшықеттер ғана қызады. Көптеген салқын қанды балықтарда жылу реттеу болмайды. Балықтар ауырлық күшін жеңіп жүзеді. Балықтардың көп түрлерінде жүзгіштік іші ауаға толы торсылдақпен реттеледі. Балықтардың негізгі қозғалыс мүшесі құйрық жүзбе қанаты болып табылады. Сондай-ақ көптеген балықтар қозғалысты қамтамасыз ету үшін төс жүзбе қанаттарын қолданады. Балықтар денесінің сүйір болып келуі есебінен су кедергісінде еркін жүзе алады. Оның көлденең қимасы домалақ жалпақ болып, алдыңғы бөліктеріне қарай дене бітімі кішірейе түседі. Ол резистенттілікке алып келеді. Денелері шырышпен қапталып, жылтыр болады. Балықтардың сезім мүшелері су ортасында ақпаратты қабылдауға бейімделген. Солардың ішіндегі ең маңыздысы бүйір сызығы. Ол су қысымының өзгеруін сезеді. Басқа сезім мүшелері хеморецепция, сипап сезу, көру және көптеген түрлерінде электр тоғын қабылдау кездеседі.